Мен Жанболатова Ақкенже Жанболатқызы. Маңғыстау ауданы Қаратөбе жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Мұғалімнің негізгі жұмысы сабақ болса, сабақ мен үшін шығармашылық іс-әрекет. Оқушы әр сабақтан оқу бағдарламасына сай, білім мазмұнына сай білім алып қоймай, жаңаны тануға, ізденуге, қиялдауға мүмкіндік ала білуі тиіс. Оқушыны шабыттандыру бір сәтте туындамайды. Ол іздену мен құрастыруға, еңбектену мен ұйымдастырушылықтың жоғары деңгейінен қалыптасады. Мен сабағымды жоспарлау кезінде әр бөлімде нені оқытамын, қандай оқу мақсаттарға қол жеткіземін, оқушыларым білімді игеру үшін қандай әдіс-тәсілдерді қолданған тиімді деген сұрақтар төңірегінде ойланамын. Мысалы, 3-ші сыныптың қазақ тілінен өткен сабағыма тоқталып өтейін. Сабағымның тақырыбы сын-есім. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: мәтінді түсініп оқу, негізгі ойды анықтау, мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қою, жауап беру, сөйлемнен сын-есімді табу. Бағалау критерийлері: мәтін мазмұны бойынша пікір білдірген сұрақтар құрастырады және жауап береді. Сөйлемнен сын-есім табады. Оқушы мәтін мазмұны бойынша нақты жауап алу үшін нақты сұрақ қоя білуі тиіс. Ол үшін тілдік дағдыларды оқушы жақсы меңгеруі қажет. Мен сабағымда тілдік дағдыларға көп көңіл бөлемін. Бұл сабағым рухани жаңғыру аясында бәсекеге қабілеттілік құндылығын таңдадым. Себебі өскелең ұрпақ кез келген бәсекеде көшбасшылық танытуы қажет деген мақсат қойдым. Сабағымның басын ынтымақтастық атмосфера орнату үшін әрі коммуникативті дағдыны қалыптастыру мақсатында еркін әңгіме айдарынан бастадым. Оқушылар екі-екіден жұптасып немесе ұжымда қалаған тақырыпта әңгіме өрбітеді. Білім алушыларды сабақтың тақырыбына таныстырып, 3 түсті асықтармен 3 топқа біріктіремін. Саймон Браун-Хилл бойынша шахмат әдісін қолдана отырып, балалардың алдыңғы білімдерін пысықтап өтемін. Жетістікке жетелейтін күн ол қызығушылық дегендей, мен бұл сабағымды миға шабуыл әдісін қолдана отырып бастап кеттім. Ол үшін оқушыларға сыни түрдегі бағыттаушы сұрақтарын қоямын. Мысалға алатын болсақ, сіздер біріккен топта асықтың түсін атаңыздар. Осы сөздерге сұрақ қойыңыздар. Сұрақ қою арқылы заттың несін білдіңіздер? Әрине түсін. Ендеше ереже құрап бұрыңыздар. Осылайша сабағымды тақырыбын оқушылардың өздері анықтауға мүмкіндік беремін. Тақырыпқа байланысты тыңдалым дағдысы бойынша білім алушыларға Білімлен каналынан видео материалын ұсынамын. Оқушылар көріп білгендерін тұжырым жасайды. Оқушыларға дауыстап ойлау әдісі арқылы ұжымдық жұмыста оқылым, жазылым дағдысына байланыстырып тапсырма беремін. Тапсырманың дескрипторлары: мәтінді түсініп оқиды, негізгі ойды анықтайды, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қояды және жауап береді, мәтіннен сын-есімдерді табады. Келесі тапсырма лото ойын әдісі арқылы өздік жұмыста айтылым дағдысы бойынша жүзеге асады. Лото ойын барысын түсіндіріп өтетін болсам, бірінші қадам алдын ала балалар 2 карточкалардан қиылған санды таңдап алады. Интерактивті тақтада балалардың алған сандарына қарай беріледі. Үшінші қадам берілген сұрақтарға жауап береді. Әр дұрыс жауапқа 1 балдық жүйеде бағаланып отырады. Лото ойынның дескрипторлары: ойынға белсене қатысады, қойылған сұрақтарға жауап береді, сөйлемдегі сын-есімнің қызметін еске түсіреді. Әр тапсырмадан кейін оқушымен кері байланыс жүргізіп отырамын. Келесі тапсырманы креативті ойлау жақын арада даму аймағы бойынша жүзеге асады. Балаларға топтық жұмыста жылқы малының қиылған суреттерін таратып беремін. Суреттерді құрастырып, жылқы малын қатыстыра отырып, мәтін түрлерін құрап жазады. Бірінші топқа әңгімелеу мәтінін, екінші топқа сипаттау мәтінін, үшінші топқа пайымдау мәтінін құруды ұсынамын. Дескрипторлар: берілген сурет бойынша мәтін құрайды, мәтін түрін анықтайды, сұрағын айтады. Әр топ өз жұмыстарын қорғайды, жұмыстарын дәлелдеп, бір-біріне объективті түрде бағалайды.
Сабақтың соңында сабақты бекіту мақсатында ой қозғау стратегиясын қолданып өтемін. Балаларға жұмбақ беріледі. Балалар ауызша орындап өтеді. Яғни жұмбақтың шешіп жауабындағы сөзге сипаттама беріп өтуді тапсырамын. Дескрипторы жұмбақтың жауабын табады. Сипаттама береді. Сөйлемнен сын есімді атап өтеді. Бір-бірін толықтырады. Менің сөзім әдісі арқылы жалпы сабаққа кері байланыс жүреді. Осылайша өткізілетін әр сабағымды алдын ала жоспарлап, оңайдан қиынға, қарапайымнан күрделіге спиралды меңгертуді тиімді деп санап, тәжірибемді қолданып келемін. Назарларыңызға рахмет.